Құрметті көпшілік, бүгін адвокат Шыңғуат Шегемұлы мырзаға арнайы келіп, осы кісімен Серікжанның қазіргі қозғалып жатқан істер бойынша сұхбат өткізуді жөн көріп отырмыз. Алдымызда Шыңғуат Шегемұлы мырза, енді аға, мынау осындай істер бойынша ұзақ уақыттық тәжірибеңіз бар. Халық үшін, ел үшін қызмет етіп келе жатқаныңызды жалпы ел біледі. Бұл туралы көптен таныспыз. Осыған байланысты ұзақ уақыттық маман ретінде Серікжан Біләшұлы мырзаның әкімшілік іс бойынша адвокаты болдыңыз. Ал енді қазір ойламаған жерден мынандай бір мәселелер қозғалып жатыр. Жалпы бұл іске өзіңіз не айтасыз? Рахмет. Мен енді Серікжан Біләшұлын былай жеке танимын. Ол кісінің жаңағы жасап жатқан жұмыстарының барлығын бұрыннан да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жаңағы әлеуметтік желілер арқылы көріп біліп, кейін танысып бір-бірімізбен мына жасап жатқан жұмысына өзіміздің көмегімізді тигізуге ниет білдіріп, сөйтіп бірігіп жасап жүргенбіз. Енді сол кісіні әкімшілік жауапкершілікке тартқанын білесіздер. Сол әкімшілік жауапкершілік ісі бойынша мен адвокаты болып, мына Алматы қалалық сотына арыз жазып, енді қазір соның қаулысын жоғары сотқа шағымдануға дайындалып жатырмыз. Енді мына қылмыстық ісі бойынша кімнің Серікжанның адвокаты болуға, сол кезде мен Ақтауға іс-сапармен кетіп қалуына байланысты, жаңағы семья жағдайымызға байланысты сол бір-екі күнге кешігіп келдім. Ол кезде енді кезек күттірмейтін мәселе мына Айман Омарова адвокат болды. Ол кісі енді Айман Омарованы Қазақстандағы елдің бәрі біледі, ол өте мықты адвокат. Сондықтан ол кісі қорғап жатқаннан кейін біз оның кісімен араласып, мен де адвокат болып қабаттасып жүрмей-ақ қояйын дедім. Біріншіден, екіншіден жаңағы Айман Омарованың өзі де осылай деп сұрады менен. Мен өзім жүргізейін, сіз енді мен өзім осы істі аяғына дейін жеткізе аламын деп. Енді іске сәттеп, бұлай сырттай тілектес болып отырмыз қылмыстық іс бойынша. Ал енді мен бұл жерде бір айта кететін негізгі мәселе, мына Серікжан деген азаматты мына қазіргі кезде қаралаушы адамдар ол ұстап отқан негізгі бағыттары, ол Серікжанды біріншіден үкіметке жаңағы қарсы адамдар, үкіметтің мына саясатына қарсы адамдар, яғни оны оппозиция қылып көрсеткісі келеді. Бірінші мәселе. Екіншісі, Серікжанды бұлар көрсеткісі келеді Қытайдағы ұйғырлардың, жаңағы Шинжаңдағы ұйғырлардың террористік ұйымдары болды ғой, арасында жаңағы ұйғыр ұлтты, қазақ ұлты болсын, сол Шинжаңдағы террористер болып танылған азаматтардың солардың адамы деп екінші мәселе көтереді. Сондай қылып көрсеткісі келеді. Үшінші мәселе, бұны көрсеткісі келеді, бір жүрген бір жаңағындай саясатқа өзінше атақ құмар, сондай елді білдіріп жүрген сондай адам деп көрсеткісі келеді. Енді мен осы үш несіне де мынандай деп айтқым келеді. Біздер енді мысалға осы Қазақстанда қаншама туып өсіп Қазақстанда Совет үкіметінде көрдік кезінде, сосын кеше өтпелі заманда да көрдік, енді қазіргі заманда да көріп жатырмыз. Енді біз мына саясат жөнінде мәселені біз білеміз. Кім үкіметке қарсы, кім үкіметке қарсы емес. Серікжан ол үкіметке оппозиция емес. Оның себебін айтайын. Негізгі себебі ол жаңағы Серікжан деген ол ұлтшыл патриот адам. Мысалға мен де өзімді, енді мен өзімді адам мақтауға болмайды ғой, дегенмен де мен өзімді ұлтшыл патриот болғанымды қалар едім. Мысалға мен де сол қазақ халқы үшін жаным ашиды, қазақ тілі үшін жаным ашиды, осы қазақ халқының болашағын ойлаймын. Мен интернационалист емеспін.
Мен ана бүкіл Американың жағдайын ойлап, Россияның жағдайын ойлап өйтіп жүретін адам емеспін. Өз қазағымның ғана жағдайын ойлаймын. Ал басқа ұлттарды мен жақсы көремін, қазағыма жақсылық жасаса. Қазағыма жамандық жасаса, мен ол халықты жек көремін. Халықты болсын, билікті болсын. Сондықтан мен өзім солай ойлағаннан кейін, мысалға біз оппозицияда жүрген кейбір азаматтардың мына қазақ халқының болашағына, оның жаңағы қазақ халқының, қазақ елінің тұтастығына, қазақ тіліне деген көзқарасына байланысты біз көптеген оппозицияда жүрген азаматтарды мысалға мен жеке басым қолдамаймын. Оның себебі, мен білем, ол азаматтар келетін болса, бізді апарып, мысалға, кейбіреуін бәрін айтпай қойын, фамилиясы, аты жөнін, бізді апарып Россияның қайтадан, Россия билігіне апарып қайтадан бізді тығады. Тағы басқалар, мысалға, ол басқаша жасайды. Осы жаңа ел болып қатқан елімізге, бізге қазір бүгінгі таңда мұндай адамдар керек емес. Ал енді Серікжан дәл солай ойлайтын азамат. Ол қалай мен ойлаймын, ол да солай ойлайды. Өйткені ол Серікжанның да барлық ойы мына тек именно қазақ халқына, ол Қытайдың билігімен не үшін ұстасып жүр, Қытайдың билігімен. Бұлай айтып отқанда, Серікжан Қытай билігінің жауы. Ол біздің биліктің жауы емес. Ол Қытай билігінің жауы, оның негізгі себебі бар, ол Қытайдың жаңағы кейбір соңғы болып отқан әңгімелер, жаңа Қытайда жүріп ақша алып кетті, оның бәрі бос әңгіме, әрине, ол өсек әңгіме. Ол Қытай билігімен алты алас берешегі жоқ. Ол Қытай билігімен тек бірден бір ұстасып жүргені жаңағы Шынжан Ұйғыр автономия округіндегі қазақтарды апарып түрмеге салған үшін. Тек қана сол үшін қазақтың ана қара көз балдары жылап келіп отқан алдына, ана күйеуінен айырылған әйелдер, әйелінен айырылған күйеулер, бала шағасынан айырылған кемпір шал, солардың жылап келгеннен кейін соларға көмектесіп жүрген адам. Сондықтан Серікжанды жаңағы оппозиционер қылып, ол Әбілязовтың адамы екен деген сөздің бәрі бос әңгіме. Осы сөз көп қозғалып жүр, Әбілязовпен байланысы бар екен, Серікжанның деген әңгімелерді қабыл ететін болды. Ол өтірік әңгіме. Ол ана екі ортада Серікжан Біляшқа енді айтты ғой, Қытай билігі жау деп. Қытай билігі өзі келіп, жаңа Қытайдың партияның басшысы өзі келіп осы жерде айналыспайды ғой. Оның өзінің адамдары бар айны. Оның адамдары кімдер деп айтуға болады. Мысалы мен осы өзімнің көзімнің жетіп жүргені, олар біріншіден осында Қытайдан келген, осында қазақ азамат жігіттер, бірақ Қытаймен әлі байланысын үзбеген. Қытаймен саудалары бар, Қытаймен үлкен жаңағы Қытай арқылы өздерінің материалдық жағдайларын жөндеп отқан азаматтар. Ол азаматтарға жаңағы Қытайда да олар, Қазақстанда да, олар екі ортада жүрген азаматтар. Мен ол азаматтардың дәл мен сияқты, Серікжан сияқты ұлтшыл, ұлттың қамын неге ойламайсың деп айтуға менің құқым жоқ. Өйткені әркім өзінің тәрбиесіне, өзінің көзқарасына байланысты. Бірақ та ол азаматтардың тек қана бір қарным ашатыны, өзің жасамай жүрсің ғой енді, бірақ басқа жасап жатқан адамға зияныңды тигізбе. Мысалға бізде қазақтың тарихында Алаштың азаматтары болды. Мысалы Ахмет Байтұрсыновтар, жаңағы қаншама Мағжан Жұмабаев, көптеген азаматтары болды. Осы азаматтарға қарсы біздің қазақтың азаматтары жұмыс жасады сол кезде. Ол азаматтар, соларға қарсы қазақтың азаматтары жұмыс жасаған, олардың да өзінің нелері болды, материалдық қызықтыратын жағдайлары. Енді қазір қарап отқанда сол азаматтарды ұстатып берген өзіміздің қазақ деп айтамыз ғой енді, мысалы, өзіміздің қазақтар ұстатып берді, үстерінен арыз жаз деп. Енді сол тарих қайталанып келіп отыр. Енді Қытайдағы өзінің жаңағы сауда жөнінде басқа да материалдық жағдайларынан айырылып қалмасы үшін Қытай билігінің айтқанын тыңдап, Қазақстанда Серікжанға қарсы науқан ұйымдастырып отырған азаматтар солар. Енді осы азаматтарға өзіміздің ішіміздегі саясаткерлер. Мына саясаткерлердің мен айтар едім, ол тек жаңағы олар қызғаныш. Серікжанның аз ғана уақыттың ішінде жарқ етіп шыға келгені, мысалға, осы олардың осындай халық оларды бүйтіп қолдамайтындығы, осындай іші тарлық қызғанышта кейбір саясаткерлерді, ол Қазақстанның саясаткерлерінде Серікжанға қарсы
жұмыс жасауға итермелеп отыр. Сосын енді тағы бір мәселе бар, ол мына өзіміздің жаңағы сыртқы саясатымыз бар ғой, біздің сыртқы саясат. Сыртқы саясатта кейбір азаматтар бар, сол сыртқы саясатта жүрген, сол азаматтарда Қытай мен екі ортадағы біздегі байланысты жағдайды ушықтырмасын деген олардың өздерінің жаңағы білімінің жеткен жерімен ойлайды. Олар да ойлайды, олардың ұғымында Серікжан сияқты азаматтар, олар жаңағы Қытай мен екі ортадағы байланысты жаңағы жамандатып жібереді деген сөз. Егер де Серікжан, мысалға енді ол жөнінде айтатыным былай ғой, Серікжан сияқты қарапайым адамнан егер де Қытай мен Қазақстанның екі ортасындағы достық іздейтін болса, ондай достықтан қандай достық ол? Ол достық, Қазақстан мен Қытайдың арасындағы достық, Серікжанның 100 Серікжанға бұзылмау керек қой, егер шынымен достық болатын болса. Сондықтан бұл жерде менің ойымша осы әңгімелердің бәрі түкеттерін айтайын деп отқаным, енді Серікжанға жаңағы осы оппозиция деп айту, Серікжанды жаңағы Қытай мен екі ортадағы татулықты бұзатын адам деп айту, менің ойымша ол дұрыс емес. Енді ана Серікжан жөніндегі жаңағы оның мына террористік ұйымға қатысы бар дегенге мен сізге бір нәрсені айтамын, сонымен сіз тоқталуға болады. Мына Америка дейтін ел бар, Америка елшілігі, Европа дейтін ел бар. Олардың мына қазір Серікжанға араша түсіп жатқан себебі, олар Серікжанды, олар барлығын зерттеді. Олар кез келген адамға жүріп келіп араша түсетін адамдар емес. Ол егер де Серікжанның ар жағында террористермен байланысы болса, олар өлсе де бұл іске араласпайды. Ол керісінше оларға арнайы жаңағы мына үкіметке, егер Серікжан террористке қатысы болса, Серікжанды ұстауға олар қосымша құжаттар береді. Өйткені біздің Америкамен, басқа да Европа елдерімен, тіпті осы Қытайдың өзімен, басқа жерлермен біздің арамызда терроризмге қарсы одақ бар. Бір-бірімізге жаңа информация беріп тұрамыз, хабарлама. Қытайдың өзі де қаншама құжаттарды әкеліп тапсыратын еді. Сондықтан мен айтарым, ол Серікжанды қазір Американың, Европаның жаңа жұртшылығы құқық қорғаушы деп не қылады, жаңа адамдардың құқығын қорғап жүрген азамат деп таниды. Сосын енді жаңағы тағы бір жаңағы айтып кетті мәселе, ол Серікжанды бір жаңағы елдің арасына іріткі салушы адам, жаңағы кеше мысалы Айдос Сарым деген саясаттанушы жазыпты, ол дейтін жаңағы саясаткер бола алмайтын адам деп. Мен айтар едім, ол Серікжан біләш саясаткер емес. Оның айтқан сөздері, оның барлығы мен анализ жасап қарағанда, ол ешқандай саясатқа қатысы жоқ адам. Ол мына саясаткер мен жезөкшенің айырмашылығы дейтін өте аз. Саясаткерлердің сен не айтып отқанын түсінбейсің. Саясаткерлер, саған бір сен саясаткермен сөйлесіп отсаң, саясаткер ешқашанда сенің олардың сөздерінің басы да жоқ, аяғы да жоқ. Олардың сөздерін ештеңе ұқпайсың. Өйткені олар саясат. Ол саясат бүгін бұлай, ертең бұлай. Ал біләш жаңаға мен айтып отқан, ол ұлтшыл азамат. Ол ұлттың қамын ойлап жүрген азамат. Ол саясатпен ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан ұлттың қамын ойлап жүрген қарапайым азаматтар саясатқа келгенде оларды саясаткерлер күліп қарайды сыртынан. Мысалға маған, Серікжанға, басқаларға саясаткерлер күліп қарайды. Мен саясаткер болсам, Серікжан саясаткер, біз өйстіп жауап бермейміз. Біз қазір сіз менің сөзімнен ештеңе ұқпай да қаласыз, егер де мен саясаткер болсам. Сондықтан Серікжан саясаткер емес. Ол қарапайым, просто мына Қытайдағы қазақтардың жаңа қорлық көріп жатқан қазақтардың жағдайына жан ашып, сол айтқан, соны көргенін бәрін өзінің жаңағы тіл білетіндігін пайдаланып, Қытайдан туып өскендігін пайдаланып, сол азаматтардың жаңа арыз шағымдарын дүние жүзіне таратып, сол адамдардың арыз шағымдарын, жаңа Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың, солардың келген мұнда арыз шағымдарын үкіметке жеткізіп, дүние жүзіне таратып, сөйтіп жұмыс жасап жүрген адам. Ол сол жұмыстың үстінде біреулердің артық айтады, біреулерге шабына тиіп сөйлейді. Бірақ енді негізгі саясаткерлер, біздің ішіміздегі саясаткерлер, енді соны түсіну керек қой. Ол жаңағындай Серікжан билікке таласып жатқан жоқ. Ол депутат болам деп жатқан жоқ. Ол басқа болам деп жатқан жоқ. Ол тек қана мына қазақтардың Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық округіндегі қазақтардың қиын жағдайын үкіметке
сосын шетелдегі құқық қорғау органдарына, адам құқығын қорғайтын мекемелерге тарату. Болды, оның жұмысы сол. Сосын енді Серікжанның шетелден ақша алады екен, қаржыландырады екен деген мәселе. Енді мен оған былай деп күліп айтар едім, бізде үкімет бар, бізде жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитеті бар. Бізде ол әрбір ақшаның қайдан түскенін бәрін зерттеп отырған. Оның барлығы жаңағы айтып отқандай ешқашанда ешкім қаржыландыра алмайды, егер үкіметтің рұқсаты болмаса. Ондай қаржыландыру мәселесі келгенде әрине жала жабуға болады. Мысалға Серікжан анадан әулиястан ақша алыпты деп бір адамда табуға болады. Бір адам мен әкеліп бердім деп айта салады мысалға. Бірақ та мен оның біреуіне де сенбес едім. Өйткен себебі Серікжанды қаржыландырып отқан, ол Серікжанның қаржыландырып отқан сол адамдар, жаңағы қазақтар. Халық дегенде біз халыққа ішіне барлық халық кіреді ғой. Серікжанға көмектесіп отқан қазақтар. Жаңа ұлтжанды қазақтар, олар енді өздерінің аты жөндерін айтып, ертең сотқа да барып айтатын шығар, айтпаса да қарапайым қазақтар. Сосын енді бұл жерде қандай қаржы кетіп жатыр дейді. Мысалға, біреулер айтады, ана Рабия деген ұйғырдың, жаңағы Америкадағы ұйғырдың әйелі сол қаржыландырып отыр дейді. Тіпті жаңағы көріп соның қаржыландырып ақша беріп жатқанын көргендей қылып айтады кейбіреулер. Ал енді мен ол Рабия деген ханым деген кім екенін де білмеймін мысалға. Мен өзі қара басын білмеймін. Ондай ол адам Серікжанға не үшін ақша беру керек? Ол жалғыз Серікжан емес қой, осы іспен айналысып жатқан. Ол ана ұйғырдардың өздерінде қаншама адамдар онымен айналысып жатыр. Серікжан негізгі айналысып жатқаны қазақтың мәселесі ғой. Сондықтан енді жаңағы айтып отқандай Рабия ханым бүйтіп отыр, енді соңын Әбіләзов қаржыландырып отыр. Оның барлығы менің ойымша бос әңгіме. Егер олардың бәрі қаржыландырып отырған болса, төңірегіндегі жігіттердің жағдайы жақсы болар еді. Енді мен жаңа айтайын да, әрине соны жаңа айтамын деп сөзімді бұрып жіберіп бұзылып кетті. Негізінде енді жасап отқан жұмыстарына қарағанда Серікжанның жұмыстары ешқандай бір қатты қаржыны талап ететін жұмыстар емес қой. Ол қарапайым күнделікті мысалға келген арыздарды жинап алып, оны жаңағы әртүрлі тілдерге айналдырып, оны шетелдің журналистеріне беру. Одан басқа не жұмыс жасап отыр? Сосын да кейбір бұна жетім балаларға, әке шеше жоқ жетім балаларға аяқ киім аналар алып беру. Ол халықтың өзі беріп. Өзі беріп жатқан заты. Енді мен өзім сол сіздің жаңағы Серікжанның офисіне барып көрдім. Қалай тамақ ішіп отқандарын, қалай шай ішіп отқандарын, кілең қарапайым адамдар, кілең ішіп отқан шайлардың тамақтарын да көрдім. Ол жерде бір мықты бір ресторан, кафеде жүрген адамдар емес. Осының барлығына айналып келгенде мен енді мына Серікжан жөніндегі үкіметтен, мына билік басындағы азаматтардан бір өтінішім бар. Серікжанның жасаған қылмысы болса, соны дұрыстап дәлелдеп айту керек. Міне мынандай қылмыс жасады деп. Ал Серікжанның жаңағы ұйғырлардың садақасында сөйлеген сөзін мен мына адвокат есебінде бастан аяқ тыңдадым. Ол жерде Серікжан жихад дегенде сөз жихад деген сөзін ғана алып отыр. Ал негізінде Серікжан кәдімгі ашық айтып отыр. Біздер Сирияға барып қолға қару алып соғысып жихад керек емес. Бізге мына өзіміздің қазақ бауырларымызға қысым көрсетіп жатқан соларға біз ақпараттық жихад жариялайық. Біз олардың істеп жатқан қылмысын дүние жүзіне көрсетейік. Сөйтіп біз жеңейік оларды деп. Ал енді сол Серікжанның сол алға қойған мақсатының дұрыс екендігін міне қазір Қытайдың басшылары амал жоқ, лагерьді енді жабамыз, ондағы адамдардың санын азайтамыз деген уәде беріп жатыр. Ол егерде Серікжан сияқты азаматтар шетелге осы мәселені айтпаса, онда кім біледі? Сосын тағы бір нәрсені қайталап айтайын. Бұл бағытта жұмыс жасап жатқан жалғыз Серікжан емес. Ұйғырлардың ішінде қаншама азаматтар жұмыс жасап жатыр. Ана қырғыздарда да қаншама азаматтар жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде тек біздерде қазір Серікжан ғана Қытай мен Американың арасын бұзды деген сөз ол ұят нәрсе. Сосын жаңа айтып отқандай Серікжанның кесірінен Қытай мен Қазақстан арасында соғыс болып кетуі мүмкін деген тіпті ол енді тіпті күлкілі нәрсе. Қазақстан мен Қытайдың екеуінің арасындағы сауда байланысы, екеуінің арасында экономикалық байланысы,
ол дейтін өте күрделі. Мысалға бір ғана Маңғыстау мұнайгаз, Ақтөбе мұнайгаз, сол кездегі ол тек бір Серікжан емес, 1000 Серікжанға бұзылмайтын нәрселер. Сосын екінші тағы бір мәселе бар сіздерге қайтып айтатын. Ол жаңағы біздің жаңағы осы ішіміздегі жаңағы территориямыздың біздің тұтастығын, осы территориямыздың тұтастығын бәрін біздің сақтап қалатын ең негізгі мәселе ол халқымыздың рухы. Біздің халқымыздың рухы жоғары болса, бізге ешқандай ел басып кірмейді. Ал егер де халқымыздың рухы төмен болатын болса, онда біздерге кез келген адам басып алуға, или болмаса бөліп алуға, жер тартып алуға оған жанды. Ал халықтың рухын түсірмес үшін Серікжанды түрмеден босату керек. Серікжанды егер де шынымен соттап жүретін болса, Серікжан сияқты азаматтар түсіп кетеді. Ол сондықтан халықтың рухын көтеру үшін халық міне біздің қазақ халқы енді бұрын тізерлеп отырды, енді аяғынан тік тұрды. Енді сол аяғынан тік тұрған басын енді тіп-тіке көтеріп алға қарай жүру үшін халықтың рухын түсірмеу керек. Халықты шабыттандыру керек. Халықты шабыттандыру керек. Бұл жерде ешқандай да саясат жоқ. Бұл жерде Серікжанның қазаққа көмектескенінен ешқандай саясат іздеп керек емес. Ешқандай саясат іздеп керек емес. Сосын енді біздің жаңағы Серікжан үкіметке қарсы, елбасыға қарсы деген сөздің бәрі бос әңгіме. Мен Серікжанмен талай сөйлестім. Елбасыны Серікжандай сүйетін адам жоқ. Серікжан екеуміз оңашада отырып сөйлескенде, Серікжанның маған айтқан сөзі бар. Ол айтқан мына біздің елбасымызға әлі Құдай бір 20 жыл өмір берсе екен деп. Осы сөзде мен сонда айтым, Серікжан, не үшін сен 20 жыл сұрап отырсың? 10 жылда жетпей ма дегенімде енді әзілдеп. Ол айтты, жоқ, біз 10 жыл емес, бізге 20 жыл керек деп айтты. Сонда ол ар жағында өзінің ойлағаны болды. Мен айттым, енді Құдай Алла тағала ол беретін шығар ғұмырды. Ол деп жаңа. Сонда ол осы елбасыға деген ол кісінің махаббаты Серікжанның. Ол дейтін, ол екінің даже қасында жүрген депутаттар да елбасын өйтіп жақсы көрмейді. Бұл кісі айтып отырмын ғой, мына қазаққа болсын деген, оның ол мысалға біз жергілікті қазақтар, мысалға біздер елбасы дегеннің не екенін көп мән бермейміз. Ал Серікжан Қытайдан келіп, мына ұйғырлар сияқты елдерді көріп, ана өзінің отаны жоқ дейді ғой, жаңа отаны бар ғой ұйғырлардың, бірақ та өзінің елбасы жоқ, өзінің туы жоқ деген сияқты. Соны келіп біздің елбасы бар, біздің туымыз бар, осыны сақтап қалайық деген мәселе мысалға. Осындай неге патриоттық сезімі мысалға мен өзім таң қалды. Мен алдында ойлағам, өстіп қамағанда енді жалпы бітте қорқытып жібере салатын шығар деп. Қоя қойшы осыдан кейін деп. Мына әкімшілік жауапкершілікке тартты. Сосын мен Серікжанға да айтып жүремін. Сен мына ата жұрт анау дегенді қояйық та, жалпы мына жұмысты басқаша жасайық деп. Сөйтіп айтып жүрген уақытта алтта мынандай қылып жасағаны мысалы Серікжанды. Енді тағып отқан жаңа 174-ші бап бойынша менің ісім емес әрине, бірақ та енді ақпараттық жихад жариялаймын дегенге мен енді оған ол жерде қылмыс жоқ қой енді, ешқандай қылмыс жоқ. Сосын енді мен өзім ойлаймын, енді бұл әңгіме дұрыстап елбасыға жетеді. Елбасы ғана емес, елбасының бер жағында жаңағы кеше осы жаңадан бас прокурорды сайлады, орны құтты болсын. Сосын жаңағы өзіміздің аппарат президенттің азаматтары бар. Сосын тіпті депутаттар бар. Солар енді мен барып осы мәселе жөнінде айтып, давай осы жігітті не қыламыз? Елдің бәрін шулатып, білдіріп жатқан ештеңесі жоқ. Бұл жігітті давай біз босатайық, істі қысқартайық. Сосын осы жөнінде дұрыстап тұрып халыққа түсініктеме жүргізейік. Егер де біз білмейтін, Серікжан білмейтін нәрсе болса, халыққа түсіндіріп айтсын. Бұлай жасауға болмайды, давай бұлай жасайық. Мына жылап жатқан халыққа бұлай көмектеспеңдер, бұлай көмектесейік. Ал Серікжан, айналайын, сен бізге істеген еңбегің Алла риза болсын. Сен давай енді өзіңнің шаруаңмен айналыс жаңағы, өзіңнің жұмысын жаса. Мына жұмысты біз жасайық деген сияқты. Осындай салиқалы саясатқа келеді деп ойлаймын мен. Сондықтан мен енді Серікжан ініме шыдамдылық тілеймін, сабырлық тілеймін. Енді айналасындағы жаңағы енді жау деп айтқан тоже дұрыс емес шығар. Сол Серікжан қарсы шығып жүрген азаматтарға айтатыным, Алла сіздердің саналарыңызға иман берсін.
Сіздерді де Құдай адастырып жүрген шығар, сіздерді де сол жаңа сіздер шайтан адастырып жүрген шығар, сіздерді Алла қайтадан дұрыс жолға қойсын. Мына халықтың, қазақ халқының мысалға қаншама азаматтары осындай жаладан, осындай қызғаныштан, осындайдан қор болып кетті халық. Енді давай, енді осыдан кейін біздер осындай іспен айналыспайық. Өткеннен тәжірибе алайық. Жақсы болсын, жаман болсын, ол өзіміздің азаматымыз. Әрбір қазақ жалғызым деп Сабыргадай не үшін айтты дейсің? Сондықтан Серікжан біздің қазағымыз, өзіміздің азаматымыз. Қателігі болса айтайық бетіне. Ұрсайық. Ал енді неге керек оны түрмеге апарып тұрып? Түрме емес қой. Барлық қазақтың сағын сындырудың қажеті жоқ. Бәрін сағын сындырудың қажеті жоқ. Сосын енді жаңағы айналып келгенде тергеу жүріп жатыр ғой. Тергеу де не үшін жүреді? Тергеу деген қылмысы бар ма жоқ па? Бәрін тексеріп қарап, жазылған арыздардың ішіндегі заттар негізсіз болғаннан кейін істі қысқарту. Істі қысқартып, бірақ та жаңағындай қылмысы жоқ деп қысқартып. Ал бұлай енді жоқ, сен мынаған қол қой, кінәңді болмаса да мойында, біз сені шығарып жібереміз деген, менің ойымша ол мәселеде дұрыс емес. Кінәсі бар ма, кінәсі жоқ па? Соны ғана шешіп. Ақиқатына, иә, осылай. Сіздерге де рахмет.